Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз бөлшектер және бөлшектерді салыстыру. Бүгінгі сабақта алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыруды үйренетін боласыңдар. Балалар, тақтаға қарайтын болсақ, бізде мынандай бөлшектер берілген. 14-те 2 және 14-те 5. Енді сендер білесіңдер, бұл жердегі мына сызық бізде бөлшек сызығы деп аталады. Және мына 2 саны бізде алымы, ал мынау 14 бізде бөлімі болады. Яғни жалпақ тілмен айтқан кезде балалар, мына үстінде тұрған сан, яғни бұл алымы, ал мына сан бізде бөлімі болады екен. Енді осындай бөлімдері бірдей екі бөлшекті қалай салыстырамыз? Ол кезде балалар біз алымына қараймыз. Яғни бізде алымында бөлімдері тең, ал алымында 2 мен 5. Яғни бізде бұл жерде 5 саны 2-ден артық, яғни 2 кіші. Сол себепті бізде 14-те 5 бөлшегі 14-те 2-ден артық болады екен. Немесе балалар, жәнегі алымдары бірдей, міне алымдары екеуінде де 10, ал бөлімдері әртүрлі болатын болса, ол кезде бөлімінің қайсының бөлімі үлкен болады, сол бөлшек кіші болады екен. Яғни балалар, бізде мына жерде 15 пен 17-ні салыстыратын болсақ, 17 үлкен, сол себепті бұл бөлшек жәнегі кіші болады екен. 15-тен 10-нан 17-ден 10 кіші болады. Яғни бөлшектерді салыстырған кезде балалар, егер қайталап айтамын, бөлімдері бірдей болатын болса, алымына қараймыз. Яғни қайсының алымы үлкен болады, сол бөлшек үлкен болады. Егер алымдары бірдей болатын болса, онда бөлімдеріне қараймыз. Бұл жерде қайсының бөлімі кіші болады, сол бөлшек үлкен, немесе қайсының бөлімі үлкен болады балалар, ол бөлшек бізде кіші болады екен. Мына жерде 15 пен 17-де, мысалы 17 кіші үлкен, сондықтан бұл бөлшек кіші болады. Немесе жәнегі 25-тен, былай дейік, 25-тен 1 және 40-тан 1 дейік. Бұл жерде балалар 40 үлкен бөлімі, сол себепті бұл бөлшек бізде жәнегі кіші болады екен. Бұл бөлшектерді салыстыру бойынша. Енді сендерге кітаптарыңда балалар 98-ші бетте 7-ші тапсырма берілген. 7-ші тапсырмада көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеу керек. Яғни 123 квадрат метрді квадрат сантиметрға қалай өрнектейміз? Балалар, бізде мына жерде өздерің көріп тұрсыңдар, квадрат деп тұр, иә? Олай болатын болса, менде міне метр сантиметрға жеткенге дейін, яғни мына жерде мен сантиметрмен өрнектеуім керек қой, сол себепті сантиметрға жеткенге дейін метрдан бастап 2-0 қосып отырамын квадраттаған кезде. Дециметр үшін 2-0 қосамын, сантиметр үшін 2-0 қосамын. Сонда міне балалар, сендер өздерің көріп отырсыңдар, мен 123 санына 4 нөлді қостым. Осы сияқты кез келген өрнектеуді орындауға болады. Мысалы, былай дейді, 13.000 куб миллиметр. Бұл жерде сендер балалар көріп тұрсыңдар, куб дейді, яғни 3 нөлден алып отырамыз. Себебі бізде мына жерде миллиметрді сантиметрға өрнектеуіміз керек. Өздерің көріп тұрғандай, миллиметрдан кейін 1-ден сантиметр, сол себепті мен 1-ден жәнегі миллиметрдің 3 нөлін алып тастаймын. Себебі кубта 3 нөл, ал квадратта 2 нөлді қосып отырасыңдар. Егер де жәнегі өзінен кіші өлшем бірлікке өрнектеу керек болса, ал өзінен үлкен өлшем бірлікке өрнектеген кезде керісінше азайтып отырасыңдар. Мына жердегі санға балалар мұқият қарап өрнектеуге болады. Өте жеңіл өрнектеледі. 2 квадрат болса 2 нөлден қосып немесе азайтып отырасыңдар. Ал куб болатын болса 3 нөлден қосып немесе азайтып отырып шығарған өте жеңіл болады екен.